Ассаламу алейкум қадірмен көрермен, Шұқылайық арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге оның жүргізушісі мен Дәулет. Бүгін бұл видео сабақта бізге ремонтқа келіп түскен телефон ол Samsung J5 2016 J510FN деп қоямыз ғой. Келген мәселесі әрине телефон көріп тұрғандарыңызда Google аккаунтқа түсіп қалған, жеріне жерде далее деген өткізбей жатқан себебі интернетке қоссаң өткізеді деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ мұнда байқасаңыздар Wi-Fi істемейді. Қараңыздар, мінекей. Wi-Fi істемейді, және телефонның несі де жоқ, сим картасы да жоқ. Ішіндегі номерін де білмейміз дейді, номер да жоқ дейді. Ішіне яғни тіркеліп тұрған номері жоқ. Ал енді біздің Қазақстанда номері тіркелмеген болса, және оның ішінде мегабайт болмаса, біз ол номер арқылы біз интернетке кіре алмаймыз. Сондықтан бұны қалай ашуға болатындығын осы видеодан сіздер көретін боласыздар, оны сіздерге көрсететін боламыз. Ол үшін бізге не істеу керек? Біріншіден бізге керек болатын кішкене дайындық керек болады. Бізге мынандай біздің жағдайда Bluetooth наушник бар, LG HBS деген. Одан кейін сіздерге мынандай OTG переходник, флешка, USB флешка. Немесе кәдімгі микро флешка болса да болады. Микро. Мына жерге салып қойсаңыздар да болады, мінекей, мына жерге. Ал енді біздің жағдайда мынау не бар? Бұны біз не үшін қолданамыз? Қазір көрсетеміз оны. Астына сұғамыз, мына жағына флешка сұғамыз. Оның барлығы бізге телефонның настройкасына кіруге керек болады. Интернеттің көмегінсіз телефон настройкасына кіріп, телефон настройкасынан Bluetooth-ті қосып, Bluetooth-бенен наушникті қосып алу керек болады. Өйткені келесіде біз телефонды өшіріп қосамыз, сол кезде сим карта салатын боламыз болған. Және оны тіркейміз сосын барып. Сол кезде бізге интернетке кіріп тұрған кезінде, яғни біз телефон настройкасына кірейік десек, интернет қосылып қалады. Интернет қосылып тұрған кезде біз талбекпен кіре алмаймыз. Себебі талбекпен кіру үшін де интернет қосылған болу керек болады. Енді түсініп тұрсыздар ғой. YouTube-қа кіреміз біз, қазір YouTube-қа кіретін болса, обновление сұрап қалады. Сондықтан YouTube-қа интернет қоспастан кіруіміз керек болады. Енді оның барлығын сөзбен айтып түсіндіріп жатырмыз, бірақ іспен көрсетейік. Енді бізге не керек болады ол үшін? Кішкене дайындық болғанда телефон және компьютерде керек болады. Компьютерде мынандай Samsung FRP закрыть десек. Язи Samsung FRP Tool 2021 версияда болған. Осы керек болады. Біз бұған жалғаған болатынбыз және телефонды USB менен былайынан сұғамыз. Ноутбукке жалғайсыздар. Драйверлер орнатылып жатыр. Мінекей. Но телефон бізде кәдімгі шынында Google аккаунтқа қолданған. Себебі мына жерде специальный возможность деген жазу шығып тұрған жоқ. Егер де сізде телефонда форматтап Google аккаунтты өшіріп тастап бар форматтап телефонды осындай басынан қосатын болсаңыз, специальный возможность және начать экстренный русский деп шығып тұрады. Оны тәне алса көрсете саламыз біз. Жарайды, сонымен мына жерде бұл Google аккаунтқа шынымен де қолданып бар. Көрсете салсақ, ары қарай интернет көрсетпейді оны бізде. J5-ті өшіреміз, мына жерде драйверлер орнатылды. Енді FRP bypass окей деген басамыз. Және күтеміз. Мінекей, View-ға басамыз. YouTube-қа кіріп кетеміз, мінекей, қараңыздар. Бірақ бізде интернет істемей тұрғандықтан ол YouTube-қа кіріп тұра береді. Үш нүктеге басамыз да, политика конфиденциальность деген басамыз. Біз осылайша интернет браузерге кіріп кетеміз. Интернет браузерден мына жерде открыть с помощью YouTube, мына жерде отмена дей салайық. Енді закладкаға басамыз да. Ол жерден жоғары жаққа қарай, оң жаққа журнал загрузок, my файлы. Және біз компьютердің ішіне кіріп кеттік. Мінекей, бір рет құлтайын. Сондықтан жаңа айтып отқаны флешканы сұқсаңыздар болады. Флешкада керек файлдар бар болса сізде, яғни сіздерге керек болатын файлдар ол Quick Shortcut Maker болса болады, немесе Samsung Verification, Samsung Settings APK деген де бола береді. Енді біз мынаны жалғай саламыз. Мінекей. Карта памятте істеп тұр бізде. Бірақ оның ішінде бізде файл жоқ. Бізде USB storage деген шықты, мінекей. Және осы жерден FRP-ға басамыз. FRP, ол жерден бізге Quick Shortcut Maker орнатсақ та болады, немесе Samsung Settings деген болады. Deployment Settings деген настройкаға. Кешірім сұрайым, сіздерге көрінбей қалды ғой деймін, өзіме көрінетін істеп қойыппын. Мінекей телефон настройка, USB storage,
Клиенттер шалықтып қалды. Так, мінекей. USB Storage, FRP біздің жағдайда енді бұл. Телефон настройкасына кіре саламыз. Samsung FRP верификатор, настройки, неизвестный источник, разрешить, окей. Бұл жол енді сәл ұзақтау болуы мүмкін. Мінекей мына жерден Development Settings мына жерде открыть дей саламыз да. Подключение, Bluetooth. Bluetooth'ды қосып көрейік шыған, істемеген. Егер Bluetooth'ды істемесе, онда Wi-Fi мен Bluetooth екеуі негіз бір болады. Жоқ, істейді екен, істеп жатыр мінекей. Онда LG HBS-ті қосайық іске. Және ол бізде қосылды мінекей, көп жанып жатыр. Поискқа қайтадан басамыз. Мінекей LG HBS 730. Және қосылды. Енді кеңіздер кнопканы басып тексеріп көрейік. Open Google деген шығам екен. YouTube. Бірақ істеді, ашылды бірақ. Мінекей, настройки. Мои. Бірақ істеді, мінекей. Google Now істеп тұр бізде. Енді бізге керек болатын қазір телефон мәліметін көріп кетсек, Android 7-де 1 сентябрь 2019. Жарайды. Енді мұнда Wi-Fi істемейді. Қосылмайды. Енді артқа қайтамыз. Бізге Quick Shortcut Maker'ді керек болады. Quick Shortcut Maker менен істесе дұрысырақ. Приложение установлено. Готово. Открыть деуіміз керек. Кешірім сұрайым. Открыть деп жазып көреміз. Открыть. Және мына жерде приложение. Сообщение. Рассмотреть. Мінекей SMS-ке кіре алады екенбіз. Және бізге керек болатыны телефон. Контакты жарайды. Контакт. Рассмотреть. Телефонға кірдік мінекей. Мінекей мұнда да осылай. Яғни біз қазір 6914 жұлдызша 1 жұлдызша 1 решетка деп Теле2 номерді саламыз қазір болған біз. Теле2 номерді саламыз. Сим карта салуымыз керек болады. Сосын барып интернетте қосамыз. Енді біз на USB-ді алып тастай салайық қазірше. Қазір тоқтат отыра. Так, номерді тауып алдық. Номерді саламыз. Барлығыңызға көрінсін деген оймен көрсетіп жатырмын енді бұлайынан. Көрініп тұрған деген ойдамын. Телефон қазір қосылсын, сосын жалғастырамыз. Егер телефон егесі өзінің сим картасымен келген болса, жаңа сим картасы ішіндегі сим картасында интернет бар болса, онда сіздер жаңағыдай қолдансаңыздар болады. Кеңіздер, мына интернет істеп тұр, қайтадан USB менен тығып, Samsung FRP тул менен кіре екен, тағы бір тексеріп көрейік, кірмесе. Bluetooth менен кіріп көруге тырысамыз.
Bypass. Окей. Интернет шығып тұр бірақ мұнда, қараңыздар. Интернет 4G. Енді YouTube-қа кірем екен көрейікші қазір. Апдейт деп қалатын шығар бәлкім, сұрамайын ба. Миы қатып жатыр өзінің. Не айтсам екен деп ойланып жатыр. Ого! Зор. Онда Bluetooth-дің бізге қатты қажеттілігі жоқ. Политика конфиденциальность. Онда біз бүйтеміз, қайтадан USB-мізді қолдана береді екенбіз. Закладки. Журнал. Сен зум тартып беріп аласың ба? Мінекей, журнал загрузок. iPhone 7 плюс. Загрузки және мои файлы. Последний файл деген басып көрсек не шығады екен, ештеңе шықпайды екен. Сол үшін онда біз бүйтуіміз керек екен. Бүйтіп сұқып қоямыз да. Жаңа сұққан кезде соның бәрін көшіріп алу керек. Өйткені мұның барлығын біз істеп көрмедік қой, бірақ соның барлығын ойластырып көрдік. Ойымызға келген болатын. Осылай істесем ашылатын шығар деген оймен. Сөйтсек, ол пайымдағанымыздың барлығы жүзеге асты. Мына жерде Remote GSM Edge дегенді көшіреміз. Samsung Verification Quick Shortcut Maker. Мына жердің бәрін көшіріп аламыз да. Жоғары оң жақта үшінікті копировать. Және телефон памятына көшіреміз мына жерге. Мына жерге готованы басамыз. Клиенттер шабылып жатыр енді бізден. Не удалось загрузить ссылку дейді. Загрузить ссылку. Біз ештеңені загрузка жасаған жоқпыз. Соны мінекей көшіріліп жатыр мына жақ қарай. Көшірілген несін күтесіздер де, осының көшіріліп біткенін күтеміз. Қазір осыған көшірілуі керек. Көшірілген мінекей мына жақ көшірілді. Неге көшіріп алдық, телефон памятінен бұның бізге қажеті жоқ. Шетке алып қоямыз. Енді бізге керек болатын Комсайка FRP, установить. Интернет бізде әлі де істеп тұрған жоқ, 4G шыққанымен, себебі номер тіркелген емес. Бізге тіркелмеген. Quick Shortcut Maker открыть. Приложение кіреміз, энерготелефон. Жоқ, сообщение. Егер номер тіркеу деген шықпайтын болса, сіздерде рахат. Орыстардың Россияға арналған болса егер. Мінекей жерде требуется перерегистрация дейді. Окей, бұл жерге мінекей да деп жазып жіберем. Енді Қазақстанда тұратындар азаматтар сіздер білесіздер деген ойдамын. Телефон жөндеумен айналысатындар болса, олар міндетті түрде білу керек. Телефон жөндемейтін болсаңыз да, сіздер түсініп тұрсыз. Ал егер телефон өзіңіздікі болса, онда сізге номер тіркеудің қажеті жоқ. Біз бұл жерде соның барлығын көрсетіп жатырмыз. Тіркелмеген номер, оған жаңадан номер салып интернеттің қалай қолданса болады, қалай интернетке доступы жоқ, бірақ Wi-Fi істемейді, қалай Google аккаунтты шығарса болады дегенге байланысты осыларын істеп жатырмыз. Қазір SMS күтіп отырмыз. Яғни номер мен өзіме тіркелген. Енді бұл бізге айтып жатыр. Осы SMS-ке жауап ретінде требуется регистрация дейді. Отправьте слово «да». В ответ эти SMS дейді. Біз даны жібердік, қазір күтеміз енді. Осы номер
мен телефон бізге тіркелгеннен кейін барып қана интернет бізде істейді. Кеңізден тіркелгенін күтейік. Мына жерден қараңыздар, Теле2-ның тіркелуі өте қиын болып кетті. Сондықтан біз Теле2-ны алып тастаймыз да орнына қайтадан емес, басқа, яғни Билайн номерді саламыз. Билайн номерді салып көрейік. Жаңадан бері күтіп отырмын, есеміз кетпеді. Онда қайтадан бастаймыз қазір сосын. Байпас, окей. Закрыть. View. Ого, өзгіріп кетті интернетке. Закладки. Телефон енді жұмыс істеу өте қиналып тұр мына телефон. Журнал. Окей, загрузка, мои файлы. Память устройства, біз көшіріп алған болатымыз керекті нелерді. Quick Shortcut Maker'ға басамыз. Установить. Я 20 минуттан асып бара жатыр видеомыз. Бірақ бұл айтқанда телефон жарамсыз болып тұрғаннан немесе блок үркісін аша алмағандықтан қарағанда дұрыс деп ойлаймыз. Біріншіден бұл телефон кәдімгі жөндеумен айналысатын, программамен айналысатын, телефон жөндеумен айналысатын ремонтчиктерге арналған. Одан кейін кәдімгі қарапайым қолданушы болсаңыз да, өзіңіздің телефоныңызды осылай ашып алсаңыз болады. Ол үшін жаңағыдай осы керекті инструменттеріңіз болса болды. Бұл түзде наушник қатты қажет емес екен, көрдіңіздер, открыть. Зоны на всякий случай деп қойды орысша. Кей жағдайларға байланысты салып қойдық. Приложениенің ішінде введите количество слова дегенге басамыз, ол жерге телефон деп іздейміз. Немесе не жерден телефон бар болса, телефон, немесе телефон, теле деп жазсақ та телефон шығады. Контактыға басамыз, просмотреть. Телефон шықты. Енді Билайн номерді тіркей жібереміз. 691 решетка звонок. Жерде иіңіз жаз деп шығады, біз өзіміздің иіңізді жазамыз. Неке. Отправить, өтініш қабылданды дейді. Енді қазір көреміз. Дәрет артқа қайтамыз. Remote GSM H де қосып көрейік. Орнатып көреміз. Установить. H+ ұстады бізде интернет. Remote дегеннен осы FRP-ROM деген программа. Android 7-лерде, Android 8-лерде қазір орнатып жатырмыз. Google аккаунт жазуға бізге мүмкіндік беретін, жағдай жасап беретін программа деуге болады, файл деуге болады немесе.
видеомыздың уақыты 20 минуттан асып кетіпті. Ең бастысы бұл тәсіл, бұл способ жұмыс істесе болды бізге. 20 минутымыз кетсе де, 1 сағатымыз кетсе де, телефонымызды блокировкадан ашып аламыз. Сондықтан кішкене сабыр етесіздер. Установка. Енді кішкене уақыт алады екен бұнда установкасы. Енді телефон жұмыс жасауына байланысты болса керек. Ішіндегі өзінің егесінің сим картасы болғанда, тіркелген және мегабайты болғанда, бұл әлде қайында жылдамырақ, ертерек істеуге болар еді. Кейін установка болған соң жалғастырсақ. Орнатылды. Готово. Samsung Verification установить. Енді қазір көреміз, интернет қалай істеп жатыр, қалай істеді, істеді ме екен, істемей ме екен. Телефонның настройкасына кіріп кетеміз осылай. Открыть бұл жерден. Настройки. Экранның блокировка безопасностьқа басамыз. Төменге түсеміз. Другие параметр безопасность. Безопасности дейді. Администратор устройства. Найти устройство. Выключить. Өз бүгінгі телефонның өзі дұрыс істемейтін телефон екен. Найти устройство өшірілмеген болса, онда біз бүйтеміз. Жаңа ремонттан орнатып қойдық қой, соны орнатылған болса, соны орнатпастан алдан администратор устройствоны өшіріп қою керек онда бізге. Так, мына жерден сіздер сервис Google Play дегенге кіріп көресіздер. Выключить мына жерден мінекей. Және мына жерден остановить деген таңдаймыз. Остановить. Остановить дегенді баса береміз. Өшкенге дейін. Осы бізде өшуі керек. Мінекей өшірілді. Енді біз неге кіреміз? Блокка учетный запись. Учетные записи. Жаңа найти устройство өшірілген сияқты. Бірізге өшірілмеген бұл көрінсе де өшірілген екен. Googleға кіреміз. Енді мына жерге көріп тұрғандарыңызда қазір интернет істеп тұрған болса, Google аккаунтта жазып шығады. Егер де интернет істемеген болса бізде, номер тіркелмеген болса, онда істемейді. Мінекей. Мінекей интернет істеді деген сөз онда болса. Қазір аккаунтымызды жазамыз, перейти. Мына жерге пароль жазамыз енді. Өзіміздің парольді көрсетпейміз сіздерге. Оны ұрлап алуы мүмкін да, себебі. Аккаунтты жазамыз, принимаю. Beeline номерді көрдіңіздер. Beeline номер, егер де жаңа осында жағдай болса сіздерде, Beeline номер салып, Beeline номердің мегабайтын қолдансаңыздар, жақсы істейді екен. Ал Теле2-ны көрдіңіздер, жаңа бағанада бір ойланып тұрды. Енді біз не істейміз? Аккаунт жазған соң артқа қайтамыз, настройкадан шығып кетпестен приложениеге қайтадан кіреміз. Сол жерден все приложение, отключение, сервис Google Play дегенге кіреміз. Сервис Google Play'ді включить деп оны қайтадан іске қосамыз. Мінекей ол бізде іске қосылды. Енді все приложениеге басамыз да, жаңаға сервис Google Play'ді орнатып сервис Google Play'ді қосып болған соң, мінекей қараңыздар бір көріп жібереміз. Блокка учетный запись. Google'дың эмблемасы икон Google G-ға ауысты. Жаңа кішкентай G еді.
приложениенің ішінде біз ремонттан өшіріп тастай салсақ болады. Дәл осы настройканың ішінен қазір. Перезагрузка жасамастан бұрын. Ремота бір удалить. Окей. Енді осы күйінде телефонды өшіріп қосамыз. Қазір телефон қосылған соң жалғастырайық, достар. Егер қарсы болмасаңыздар. Мінекей телефонымыз қосылған екен. Окей дей салайық. Дата и время, бірнәрсе. Автоопределение деп қоя салайық. Мінекей енді начать. 25 минут кетті. Мінекей далее деген мені көрдіңіздер ғой, интернет қосылған соң далее шығып тұр бізде. Ол жаңағыдай басында да шығуы мүмкін еді, бірақ номер тіркелмеген болса, ол шықпайтын еді. Мінекей. Далее. Мәссаған, телефонымыздың заряды өшейіндеп жатыр екен. Телефонның видеода заряд қойып қойсақ. Мінекей аккаунт добавлен деп шықты, көрдіңіздер ғой, жаңа жазған аккаунтымыз. Далее. Телефон аутентификация, бірнәрсе. Информация аккаунт дейді. Енді бұтқанда түсініп тұрсыздар, Не сейчас, мінекей. Телефон болды бізде Google аккаунттан ашылды деген сөз болды. Пропустить. Samsung аккаунттан да пропустить. Енді барлығын білесіздер. Дегенмен бұл ең ұзақ FRP болды бұл айтқанда біздің видеомызда, әлде бұдан да ұзақ FRP бар ма еді бізде? Негізінде бір 10 минуттың, 15 минуттың ішінде бітетін еді негізі. Егер телефон өзіңіздікі болса, осы күйінде қолдана бересіздер. Клиенттікі болса, онда енді бұл көбінше мастерлер клиентке жасайтын болса, соған қолданады. Егер өзіңіздікі болса, ішінде номермен ақ жаңағыдай Google аккаунт ашып тастаса болар еді. Талбекке қалай кіретін, талбекпенен интернетке қалай кіруге болады, оның бәрін көрсетілген видеолар бар негізі. Мұнда телефонның несі істемей қалса, Wi-Fi істемей қалған жағдайда қалай ашуға болатындығын біз көрсеттік. Енді телефон жайлы мәліметті көрсетіп кетейік тағы да бір. Сведение ОПО, версия Android 7.1, 1 сентябрь 2019, уровень безопасности. Подключение. Телефон қатып жатыр кәдімгідей. Бізде Билайнымыз тұр біздің мінеге. Сонымен достар, егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Міндетті түрде каналға тіркелеміз, subscribe. Сау болыңыздар.